басыңыздан қандай қиын жағдай өтпесін, балалық шағыңызда қандай бір травмалық ситуация болмасын, оған сіздің контроліңіз болған жоқ. Бірақ қазір сіз ересек адамсыз, және ары қарай осы жараларыңызды емдеу, өз-өзіңізді жөндеу, ол сіздің жауапкершілігіңіз. Бұған сіздің контроліңіз бар. Неге бұл маңызды? Себебі мынадай бір нәрсе бар, generational trauma деген. Яғни травма ұрпақтан ұрпаққа тарала береді. Сіз даже туылмай тұрып, сіздің ата-анаңызға немесе прадедушка, прабабушкаларыңызға бір болған бір травмалы ситуация, сол сізге әсер етуі мүмкін. И сіз уже травмированный бала болып туыласыз. Себебі сіз сол ортада туылып жатырсыз. Осындай нәрсе бар, ол ауру сияқты ұрпақтан ұрпаққа тарала береді. Егер сіз өзіңіздің балаларыңызға, немерелеріңізге, келешек ұрпақтарыңызға өзіңіздің комплекстарыңызды, өзіңіздің өмір туралы белгілі бір шектеулі ойларыңызды, соларды жібергіңіз келмесе, сол ауруларды таратқыңыз келмесе, онда сіз бұның барлығын тоқтату керексіз. Бұның барлығын қазір сіз емдеу керексіз. Осы ұрпақтан ұрпаққа келе жатқан цепочканы бұзатын адам сіз болу керексіз. Яғни өз-өзіңізді жөндеу, емдеу, ол сіздің жауапкершілігіңіз. Менің жақсы көретін поэтім баяғыдағы Руми былай айтқан: кеше мен ақылды адам болдым, мен әлемді өзгерткім келді дейді. Ал бүгін мен дана адаммын, мен бүгін өзімді өзгертемін дейді. Сонда барлық кез келген нәрсені өзгерту үшін ең бірінші біз өз-өзімізден бастаймыз. Сондықтан бұл видео сізге осы сапарды бастауға бір бағыт беретін бірінші қадам болады. Неге қазір терапияға бару керек? Неге психологқа бару керек? Себебі біз өз-өзімізді түсіну үшін, оны self-awareness деп айтады ағылшын тілінде. Яғни сіз өзіңіздің эмоцияларыңызды, өзіңіздің ойларыңызды, неге осылай әрекет етемін, неге менде осындай әдеттер дегенді, сол өз-өзіңізді түсініп бастау. Яғни не үшін болып жатқан осының барлығы, не себептен екенін терең түсіну. Мынадай бір термин бар, оны біз күнделікті адамдар осы нәрсені істейді, ол самосаботирование, самосаботаж деп аталады, яғни self-sabotage. Ол дегеніміз адам өзін шектейді, өзін шекараларын қоя алмайды, немесе жоқ деп айтқысы келіп тұрса да, деп айтады, слишком nice, too nice, немесе бәрі жақсы болып бара жатқан кезде паранойя басталады, қашып бастайды, немесе жабылып бастайды деген сияқты сондай бір нәрселер бар. Оны самосаботаж деп айтады. Яғни сіз кейде нәрселер жақсы болып келе жатқан кезде сіз өзіңіз барлығын құртасыз, өзіңіз барлығын бұзасыз, немесе өз-өзіңіздің өміріңізді қиындатып жүрген адам боласыз. Осындай бір самосаботированияның осындай әрекеттері болады. Оның барлығы бекерден бекер болмайды. Оған барлығына себеп бар. Оның барлығының себебі не? Оның барлығы бір баяғыда бір нәрседен басталған. Оны травма деп атаймыз, Травма дегеніміз ол белгілі бір событие болды өміріңізде, бірақ ол событие жағдай туралы емес, ол сіздің сол жағдайға жауап берген реакцияңыз. Сіздің реакцияңыз қандай болды, сол травма болып қалады сізде. Яғни ол сіз үшін травма болады, себебі сіз үшін ол өте үлкен бір нәрсе болды, сіз оны көтере алмай қалдыңыз. Эмоционалды жағыңыздан, менталды жағыңыздан көтере алмай қалдыңызда белгілі бір реакция бердіңіз, соны травмалық ситуация деп айтамыз, Ол травмалық ситуация бала кезіңізде болуы мүмкін, жақында болуы мүмкін, және ол өте үлкен бір із қалдырады өміріңізде. Себебі сол сіз травмалық ситуацияға қалай жауап бердіңіз, қандай реакция бердіңіз, сол реакцияңызды ары қарай келешекке де алып баратын боласыз. Яғни жақсы, балалық кезіңізде мысалы бір травмалық ситуация болды десек, ол кезде мысалы сіз жабылу арқылы ол кезде өз-өзіңізді сақтап қалған боларсыз, Яғни сол реакция сізге көмектесті ол кезде. Бірақ это не означает келешек ситуацияларға, барлық ситуацияларға ол реакцияңыз көмектеседі деп. Яғни сізде мынандай бір нәрсе қалып қойды да, егер мен жабылатын болсам, сонда мен өз-өзімді қорғаймын деген сондай бір миыңызда сондай нәрсе формула қалып қойды да, сіз белгілі бір ситуациялар болып жатқан кезде сізде қандай реакция болады, автоматты түрде жабылып қаласыз дегендей. Сол сияқты осылай травмалық ситуация бізде керемет із қалдырады, ал біз терапияға барған кезде осы травмалармен жұмыс жасаймыз. Ең бірінші біз не істей аламыз? Ең бірінші біз қабылдау керекпіз. Не нәрсе болды?
сол жағдайды, сол ситуацияны толықтай қабылдау керекпіз, яғни мойындау керекпіз. Осы нәрсе болды, ешқандай мынандай несіз, сылтаусыз, ешқандай сондай әдемілеусіз, кішкене өтіріктермен жабусыз, кәдімгідей қалай болды оригиналды түрде қабылдау керексіз. Бұл нәрсе менімен болды деп. Және ең басты нәрсе кінәлауды қою керексіз да, өзіңізді, ең басты өзіңізді кешіру керексіз. Одан кейін визуализация жасай аласыз. Яғни сол травмалық ситуациядан кейін сіз мысалы жылап жаттыңыз, сіз жалғыз сезіндіңіз өзіңізді, қорқып тұрдыңыз деген сияқты, соны елестетіңіз да өзіңіз сол ситуацияға барыңыз. Қазіргі кезіңіз, өзіңіз сол ситуацияға барып, сол өзіңіз баяғыда жылап тұрған, қорқып тұрған версияңызды барып құшақтаңыз және оны успокаивать етіңіз. Бұның барлығы маңызды, себебі сіз солай өткен шағыңызды, солай травмалық ситуацияңызды жібере аласыз. Себебі сол кезде ала алмаған поддержканы, қолдауды сіз өз-өзіңізге бересіз. Бұл өте маңызды. Және кейде сол ситуацияда болған адам сонымен сөйлесу, яғни сол точканы қою, нүктені қою кейде өте маңызды. Барлық кездерде емес, барлық жағдайларда емес, бірақ кейбір уникалды жағдайларда сол точканы қою керек. Мысалы, әкесіз өскен қыздар, мысалы, олар қаншама жылдан кейін өзінің әкесімен кездесіп, онымен сөйлесе алады. Солай олар жаңағы баяғыдан келе жатқан бір травмасын, бір недостаток нәрсені жаба алады. Немесе бұрындағы бір бұрынғы партнері, оны басынан жібере алмай жүрген болса, егер прям қатты жібере алмай жүрген болса, сол адаммен сөйлесу арқылы қайтадан, қосылу үшін емес, сол адаммен сөйлесу арқылы, ол адамның өзгермегенін көру арқылы, тура сол адам екенін, оған жүрегін жаралаған адам екенін көрген кезде сіз успокаивать етесіз да, сіз оны жібересіз. Себебі бұның барлығы не үшін? Сізде өкініш болмас үшін. What if деген, ал егер мынандай болғанда деген өкініштерді жіберу үшін. Яғни ал егер деп ары қарай өмір сүрмес үшін. Болды, нүктені қоясыз, оны жібересіз, ол өміріңізден өтті кетті. Сіз келешекке қарай аяқ басу керексіз, өткен шақпен өмір сүрмеу керексіз. Себебі өткен шақ деген ол бір жүк сияқты, біз соны арқалап жүреміз. Жаңағы травмалық ситуацияда сізді жаралаған адамға сіз хат жаза аласыз. Ішіңіздегі барлық ашуыңызды, ренішіңізді барлығын жазыңыз, барлығын айтыңыз, және нүкте қоясыз. Яғни мен сені жіберемін, болды, бірдеңе, мен сені кешіремін деген сияқты өзіңіз не айтқыңыз келеді, соны айта аласыз, хат жаза аласыз. Немесе визуализация жасай аласыз. Визуализацияны тоже скип жасамаңыз, оны да жасаңыз. Яғни отырасыз да елестетесіз. Сол адам отыр, сіз отырсыз дегендей, және сіз сөйлесесіз онымен, сосын тұрасыз да, орныңыздан тұрасыз да, жүріп кетесіз. Ол адам сол орындықта отырып қала береді, ал сіз кете бересіз. Және артыңызға қараған кезде ол андай нүкте болып ғайып болып кетеді. Және сіз ары қарай жүре берген сайын алдыңызда бір линия болады, сол линиядан өту арқылы сіз жаңа параққа, келешекке қарай аяқ басасыз. Мына өткен шақтағы адамды қалдырасыз. Болды. Бұл ситуацияны жібересіз. Мынандай бір техника бар, стульчик деп аталады. Сіз сол техниканы өзіңізде жасасаңыз болады. Ол стульчикта, мысалы, сіз 2 стульчик қоясыз, 2 орындық қоясыз да, біреуіне отырасыз. Және мынандай рол плей дейді ғой, рөл ойнайтын боласыз. Мысалы, мен оны өзімнің әкеммен жасадым. Балалық кезіндегі әкемнен ала алмаған бір вниманияны сол үшін жасадым. Сол кезде ол маған кәдімгідей көмектесті. Әкеммен қарым-қатынасымды жөндеу үшін, жаңағы сол кездегі бір жараларымды емдеу үшін маған кәдімгідей көмектесті. Сіз де осыны істей аласыз. Бір орындыққа отырасыз да, мысалы, қай кезде болды ол травмалық ситуация? Сонымен сөйлесесіз. Неге сен осылай істедің? Маған осындай керек еді ғой. Неге сен бүйттің? Мен негізі бүйттім ғой, деген сияқты. Сен жараладың деген сияқты өзіңіз сөйлейсіз. Барлық обидалардың барлығын айтасыз. Сосын тұрасыз да, 2-ші орындыққа отырасыз да, өзіңіз отырған сияқты елестетесіз өзіңізді, және соған сөйлейсіз. Менде негізі уақыт болмады, мен білген жоқпын деген сияқты. Яғни сол адамның жақсы версиясымен жауап бересіз. Яғни белгілі бір объяснение, белгілі бір факттар келеді да, логический.
объяснениялар келеді да, и сізге түсіну оңайырақ болады. Яғни ол адам сізге әдейі істеген жоқ деген сияқты. Мысалы, мен өзімнің әкеммен жасаған кезде, ол әкем білген жоқ. Мен өзімді жалғыз сезінгенімді, мен оны сағынғанымды ол білген жоқ. Себебі мен ауылда жүретін едім, ауылда өсетін едік біз. Сонда мен қатты сағынатын едім мама мен папамды. Сондағы обидаларымды айттым. Және оны әкем айтты, мен білген жоқпын, кешірші деп, яғни сондай бір жұмсақ сөздерді айтты маған. Сонда жаман жылайсың, бірақ ол кәдімгідей көмектеседі. Сен адамды кешіре аласың. Және сол ситуацияларға белгілі бір логический объяснение бере аласың. Осы қадамдарды жасаңыз. Келесі тағы бір маңызды нәрсе, травма ол тек мынадай нәрседе ғана тұрмайды, ол мида ғана, воспоминанияларда ғана қалмайды. Травма сонымен қоса ол сіздің денеңізде қалып қояды. Денеңіздің белгілі бір бөлшектерінде травмаңыз застревает. Ол жылдар бойы сол травмаңыз денеңізде қалып қояды. Көбінесе әйелдерде ол белдерінде қалады. И сіз ол травманы шығару керексіз. Ол дегеніміз массажға бару. Ол дегеніміз билеу, әйел адамдарға билеу. Яғни сен беліңді қозғалту керексің, кәдімгідей шайқау. Яғни денен барлығын қозғалту. Мен баяғыда бір видеомда айтып кеткенмін, кішкентай бала сияқты, кішкентай балада истерика болған кезде олар кәдімгідей аяқтарымен жерді соғады, айғайлайды, жылайды, бүкіл денелерін шайқап жерге жатып алып сөйтеді ғой. Сол сияқты сіз шығара алмаған истерикаңыз, шығара алмай қалған бір эмоцияларыңызды қазір шығара аласыз. Ол үшін сіз өзіңіз үйде қалған кезде бөлмелердің барлығын жауып, есіктерді жауып, көпшікті аласыз да, осыған айғайлай аласыз көпшікке, даусыңызды шығарып, немесе денеңіздің барлығын шайқап, сөйтіп істесеңіз болады, секірсеңіз болады. Яғни сол нәрселердің барлығын шығару керексіз. Егер белгілі бір ситуацияны ойлап тұрсаңыз, көпшікті сол адамның беті деп ойлаңыз да, соғыңыз осы көпшікті. Айтыңыз барлығы, ашуларыңыздың барлығын айтыңыз, сақтамаңыз ішіңізде, жіберіңіз барлығын, шығарыңыз сыртқа. Солай шайқау арқылы, көп движениялар жасау арқылы сіз сол травмаларды шығарасыз. Және кейде бір денеңіздің бір бөліктерінде егер біреу ұстап қалса, егер бір нәрсе тиіп кетсе, ол кейде триггер етеді сіздің. Триггер бір қызық, өзіңізді қызық сезініп қаласыз. Неге? Себебі онда травма тұр деген білдіреді ол. Соған көңіл бөліңіз, қай жерінде травмаларыңыз бар екенін, және соны емдеуге тырысыңыз. Қазір даже өміріңізде белгілі бір ситуация болып жатқан кезде, бір қиын ситуация болып жатса, сіз бір эмоция, бір үлкен бір эмоцияны сезініп жатсыз, мысалы бір реніш, соны сезінген кезде сіз терең демалу керексіз, және моментте болу керексіз. Сіз ол реніштен құтылуға асықпаңыз, ол ренішті қабылдаңыз. Сіз ол эмоцияны сезінуге толық құқығыңыз бар. It makes sense, okay? Сіз андай too sensitive болып жатқан жоқсыз. Андай тым сезімтал адам емессіз, жоқ. Бұған себеп бар, объяснение бар. И сіз оны толықтай сезіне аласыз. Сол ренішті мысалы сезініп жатқан кезде терең демалыңыз және мән беріңіз. Денеңіздің қай жерінде не сезініп жатырсыз? Мысалы, қатты бір нәрсе қай жеріңізде сезініп жатырсыз? Ол ішіңіз жанып жатыр ма? Или мына жеріңіз жанып жатыр ма? Тамақ жағыңыз, мойныңыз деген сияқты. Соған мән беріңіз да, и терең демалып, терең тыныс алып шығарып, елестетіңіз сол эмоцияны шығарып жатқандай. Яғни сол жерге фокусыңызды жіберіңіз. Сол денеңіздің бөлшегіңізге, мысалы, мына жеріңізді сипаласаңыз болады деген сияқты. Яғни солай сіз денеңіздің бөлшектеріңізге болып жатқан эмоцияларды проживать етіп жатқан жерлерді сезіне аласыз. Баяғыда ол нәрселер шықпай қалған белгілі бір бөлшектерінде, и сол жерде қалып қойған. Ол жылдар бойы егер шықпаса, ол тұра береді соның ішінде. Сіз сол денеңізде қалып қойған, застревать етіп қалған травмаларды шығару керексіз. Сіздер егер мені баяғыдан көріп жүрген болсаңыз, мен всегда бір формуламен сіздермен бөлісемін. Ол дегеніміз thought leads to feelings, feelings lead to behavior деген, яғни сіздің ойыңыз, ол сіздің сезімдеріңізге алып келеді, сезімдеріңіз әрекеттерге алып келеді дегендей. Яғни барлығы солай болады. Күнделікті сіздің басыңызда қандай ойлар жүреді.
Егер сізде жаңағыдай баяғы бір қалып қойған установкалар болатын болса, өзіңіз туралы бір комплекстар сондайлар қалып қойған болса, баяғы травмалық ситуациялардан ол ойлар, иә, сіз автоматты түрде соны ойлайсыз, одан кейін тура солай сезінесіз автоматты түрде, одан кейін не істейсіз, сол баяғы жасап жүрген паттерн әрекетіңізді қайталап жасай беретін боласыз. Көңілімізден тыс қалдырмас үшін мынадай нәрсені істеуге болады. Ол психологтар қолданады, оны thought record деп айтады. Мен сізге осы қазақша версиясын жасайтын боламын. Осы видеоның астында алып кете аласыз. Ойларыңыздың кестесі. Иә, күнделікті белгілі бір ситуациялар болады ғой. Сол кезде сіз осы кестеге жазып отырасыз. Ол мынадай нәрселерден тұратын болады. Белгілі бір ситуация болады. Не болды, соны жазасыз. Одан кейін сіздің автоматты түрдегі реакцияңыз және альтернативті реакциялар деген екі нәрсе болатын болады. Автоматты түрдегі реакция дегеніміз, автоматты түрде қандай ой келді басыңызға, соны жазасыз. Автоматты түрде одан кейін қалай сезіндіңіз өзіңізді, соны жазасыз. Одан кейін қандай әрекет жасадыңыз, соны жазасыз, иә. Одан кейін келесі кестеде келесі бір тор болады, ол альтернативті реакция дегеніміз. Яғни басқаша қалай ойлай аламын, соны жазасыз. Одан кейін басқаша қалай сезіне аламын, соны жазасыз. Одан кейін сол сезінгеннен кейін қандай әрекет жасай аларым сол ситуацияға, соны жазасыз. Иә, ол дегеніміз өте маңызды, себебі сіз егер қарайтын болсаңыз, сіздің ойларыңызға негізі ешқандай факт, объяснение, логическое объяснение болмайды. Мысалы, мен жақында болған өзімен бір ситуацияны айтайын. Мен IELTS тапсырдым. Осы бір апта бұрын IELTS тапсырдым. IELTS тапсырған кезде мен спикингта, спикинг сөйлейтін секшнда, сол жерде соңғы сұрақтарында қуып кеттім, короче. Реально қуып кеттім. Темадан ауытқып кеттім ше. Одан кейін мен андай перфекционист адаммын ше. Андай синдром отличницы деген әлі бар ше менде. Одан кейін мен ол бітті, IELTS жаңа спикинг біткеннен кейін жаман сезіндім, өзімді жаман бір түрлі сезіндім ше. Неге, қалай мені қуып кеттім деген сияқты ой өз-өзімді жеп бастадым да. И мен осы білетін техникаларымды қолдандым. Яғни сразу мен ойлап жаттым, мен сөйлей алмаймын, мен тупая деген сияқты автоматты түрде сондай ойлар келіп жатты. И әрине мен өзім солай сезініп жаттым. Лайықсыз сөйтіп сезініп жаттым өзімді. И әрине менің әрекеттерімде онша емес болды, иә. И мен сосын өз-өзімді қолыма алдым да альтернативті нәрсені істедім. Ол дегеніміз өз-өзіме ойлар бердім, логический объяснение бердім. Бұл нәрсе әр адамның өмірінде болады. Және кейде саған бір сұрақтар келеді, даже сен оған өз тілінде де дұрыс жауап бере алмайсың деп өз-өзіме түсіндірдім. Және телефонды алып видеоны қостым да. Мен оны ешкімге жіберген жоқпын, бұл тек өзім үшін болды. Соған қарай сөйледім, яғни түсіндірдім. Бұл осындай да осындай ситуация болды, мен өзімді осылай сезіндім, бірақ одан кейін это нормально деп өз-өзіме түсіндірдім. Яғни бұл сен туралы еш нәрсе айтпайды, бұл сенің қабілеттерің туралы бір ситуация еш нәрсе айтпайды деп өз-өзімді тыныштандырдым. Сіз өзіңіздің жеке жүйеңізді тыныштандырасыз. Яғни өз-өзіңізге дос болу арқылы және альтернативті нәрселерді, факттарды логикалық объяснение беру арқылы сіз өзіңізді бұрынғы нәрселерден, бұрынғы әдеттеріңізден алып шыға аласыз. Осы кестені шығарып алсаңыз болады, немесе телефоныңызда болса, осылай жазып жүрсеңіз болады, күнделігіңізге жазып жүрсеңіз болады. Так, келесі нәрсе не? Өте маңызды. Limiting beliefs деп айтады. Яғни сіздің установкаларыңыз, өз-өзіңізді шектейтін ойларыңыз, сенімдеріңіз қандай? Күнделік аласыз, жазасыз. Менде қандай өз-өзімді шектейтін сенімдерім бар өзім туралы. Мен әдемі емеспін, мен қолымнан келмейді, мен жалқаумын деген сияқты соның барлығын жазасыз. Олардың барлығын жазып болғаннан кейін, оның жанына бұл рас па деп сұрақ қоясыз да, жауап бересіз. Does it make sense? Рас па бұл нәрсе? Мағынасы бар ма бұл нәрсе? Мен әдемі емеспін. Неге? Қандай дәлел бар сіз әдемі емессіз дегенге? Мен қабілетсізбін. Қандай дәлел бар? Мен ешкім жақсы көрмейді. Неге? Кім айтты оны? Қандай факт бар? Шын ба ол? Солай жазылып тұр ма? Бір фактта, бір кітапта жазылып тұр ма? Әсел ешкім жақсы көрмеу керек. Жоқ. Сіз осылай өзіңіз туралы шектеулі сенімдеріңізді жазу арқылы қағазға және жанына
факттарды қою арқылы does it make sense, бұл рас па? Әрине жоқ болады, рас емес бұның барлығы, және соның жанына жаңа сенімдер жазасыз. Осы жерде мен сіздермен уақытыңызды үнемдеу үшін өзімнің күнделігімен бөліскім келеді. Бұл видеоның астында болады қараңғыдан жарыққа деген терапиялық күнделігім. Онда осындай сұрақтар, заданиялар болатын болады. Осы шектеулі сенімдер деген, жаңа сенімдермен алмастыру деген, балалық кезімен жұмыс жасау деген, көлеңкемен жұмыс жасау деген сияқты сізге бағыттаушы сұрақтар болады. Сіз соларға жауап беру арқылы өз-өзіңізді түсініп бастайсыз. Сондықтан егер алғыңыз келсе, осы видеоның астындағы сілтемені басып кетсеңіз болады. Неге бұл маңызды? Неге біз өз-өзіміз жұмыс жасау керекпіз? Себебі сіз даже психологқа баратын болсаңыз, не істейді ол? Сізге тапсырмалар береді. Бәрібір түбінде сіз үй тапсырмасын орындау керексіз. Бәрібір түбінде сіз өзіңіз жауаптың барлығын, шешімнің барлығын өзіңіздің ішіңізден іздеу керексіз. Ол психолог сізге бір формуланы бере салмайды. Сенде осындай деп бере салмайды. Жоқ, ол сізді түсіну үшін сіз ішіңізден барлығын шығару керексіз. Бәрібір сіз өз-өзіңізбен жұмыс жасайсыз. Бұл нәрсені сіз скип жасай алмайсыз. Келесі нәрсе ол менде күнделігімде бар. Ол shadow work prompts деп аталады. Егер Pinterestқа кірсеңіз, ағылшын тілін білетін болсаңыз, жазсаңыз болады. Shadow work prompt деп for journaling деп жазатын болсаңыз, сонда сізге сұрақтар шығатын болады. Жаңағы күнделігімде менде қазақша сұрақтар бар, қазақ тілінде, яғни ол өз-өзінің көлеңкемен жұмыс жасау. Андай ыңғайсыз бір терең сұрақтарды қоясыз өзіңізге, баяғыда қоймаған сұрақтарды. Және сол бір ыңғайсыз терең сұрақтарға шынайы түрде жауап беретін боласыз. Мысалы, менің ең үлкен комплексім қандай? Және неге мен ұяламын ол нәрседен? Немесе не нәрсені мен басқа адамдарға көрсете алмаймын, жасырамын? Неге деген сияқты сондай қызықты сондай сұрақтар болады. Бұндай сұрақтар қою керек өзіңізге. Өзіңізді түсіну үшін қою керек. Жақсы, келесі қадам. Енді давайте позитивті жаққа қарай ауысайық. Ол хат жазасыз. Өз-өзіңізге хат жазасыз. Мысалы, 15 жастағы Аяжан егер 25 жастағы Аяжанға хат жазса деген сияқты, 25-тегі Аяжанның өмірі жақсырақ болды 15-тегі Аяжанның деген сияқты. Сол сияқты сіз өзіңіздің келешек версияңызға хат жаза аласыз. Яғни, мысалы 5 жылдан кейін, 10 жылдан кейінгі версияңызға хат жаза аласыз. Одан қолдауды ала аласыз. Немесе тағы да өзіңіздің өткен шағыңызға хат жаза аласыз. Яғни сол жерде ала алмаған қолдауының барлығын бере аласыз. Егер сол бұрынғы кездегі 15 жастағы Аяжан, қазір Аяжан осылай жүретін болған білетін болса, ол кәдімгідей басын көтеріп жүретін еді. Өз-өзіне сенімді болып жүретін еді. Ол өз-өзін бағалар еді. Ол ешқандай нәрсені уайымдамас еді. Себебі барлығы жақсы болатынын білуші еді, Сол сияқты сіз өзіңіздің бұрынғы өткен шағыңызға хат жазсаңыз болады. Сенде бәрі жақсы болады, сенде осындай нәрселер болады деген сияқты солай жаза аласыз. Және параллельно елестетіңіз, сізге осылай келешек версияңызда хат жазып жатыр. Сізде бәрі жақсы болады. Сіз соған сену керексіз. Аллах тағала иншалла сізді жақсы көреді және сізге тек жақсылықты ғана қалайды. Бұл жаман болып жатқан, басыңыздан өтіп жатқан қиын нәрсе, ол өмірлік нәрсе емес. Ол тек уақытша. Сізде барлығы жақсы болады. Емделмейтін жаралар жоқ. Уақыт өткен сайын барлығы жақсаратын болады, емделетін болады. Мына жерде бір кітапты айтып кете аламын. Осы кітапты оқысаңыз болады. Мына күшті тапсырмалар бар, маған кәдімгідей көмектесті. Ребенок тебе должен обрести дом деген осы кітапты в тему. Сіздің ішкі балаңыз бар. Біз барлығымыз кішкентай баламыз негізі. Просто біздің физический возрастымыз, жасымыз ұлғая береді, Бірақ сол балаңыз туралы, ішіңіздегі балаңыз туралы ұмытпау керексіз. Және соны елестету арқылы ол сізге көбірек жауапкершілік беруі мүмкін. Яғни сіз өзіңізді ата-ана сияқты сезінетін боласыз. Ол дегеніміз, бұл маған неге көмектесті бұл перспектива? Себебі мен өзімді 30 жастағы Аяжан емес, мен өзімді кішкентай 5-6 жастағы Аяжан ретінде елестетемін да, мен оған жұмсақ сөйлегім келеді. Мен оған тамақ бергім келеді. Мен оны жақсы жылы киіндіргім келеді, әдемі таза киімдер кигізгім келеді. Мен оны тек жақсы адамдардың ортасында жүргізгім келеді. Сол үшін мен жаным ашығандықтан, мен өзімнің қызым бар 3 жастағы. Мен қызыма қалай қараймын? Мен тура солай өз-өзіме де қарағым келеді. Себебі мен ішімде Аяжан бар кішкентай. Сондай перспектива арқылы мен өз-өзіме жауапкершілік алып бастадым. Өз-өзіме қарап бастадым.
и сіз де осылай істесеңіз болады. Бір лайфхак, өзіңіздің кішкентай кезіңіздегі фотоңызды телефонға обоиға қойып қойсаңыз болады, немесе фотоны шығарып айнаға қойып қойсаңыз болады, и күнде таңертең сіз оны көретін боласыз. Телефоныңызды ашқан сайын көретін боласыз. Яғни бұл өзіңізге жұмсағырақ қарауға көмегін тигізетін болады. Өз-өзіңізге жұмсақ сөйлеңіз, иә, кішкентай андай булли болмаңыз өзіңізге, иә, жаңа бала кезіңізді елестету арқылы солай сіз өз-өзіңізге мейірімді бола аласыз. Мысалы, жаңағы IELTS-тың мысалында мен өз-өзіме айта алар едім: вот ты тупая, как ты могла деп, солай өз-өзіме айта алар едім. Сен былай істеуің керек, былай істеуің керек. Жоқ, мен сразу switch жасадым, өз-өзіме мейірімді қарадым. Яғни досына қалай сөйлесесің, досыңның басынан, құрбының басынан бір қиын жағдай өтіп жатқан сен айтпайсың ғой: я тебе говорила, айттым ғой мен саған, сен всегда өйстейсің, ақымақсың сен деп өйтіп ұрыспайсың ғой. Сен оған айтасың: ондай жағдайлар болады, сен білген жоқсың ғой, деген сияқты сондай нәрселер айтасың. Сол сияқты өз-өзіне сөйтіп сөйлес. Иә, сен оны жаңағы видеомен, телефонмен сөйтіп сөйлей аласың өз-өзіне деген сияқты. Және өз-өзіңді жақсы көру. Бірақ өз-өзіңді жақсы көру үшін жаңағы видеоның алдында айтып кеткен нәрселердің барлығын жасау керек. Бұлай болмайды. Мен өз-өзімді жақсы көремін, мен өзімді массажға апарамын, маникюрға апарамын, мен өзіме киім алып беремін, я себя люблю деп, сосын 2-3 күннен кейін баяғы комплекстарыңды айтып өз-өзіңді жеп отырасың. Бұл өз-өзіне деген махаббат емес. Бұл трендтағы, рекламадағы жүрген өз-өзіне деген махаббат. Өз-өзіне шынайы деген өз-өзіне деген махаббат, ол өз-өзіңді жаңа кішкентай бала сияқты өз-өзіне қарайсың, жауапкершілік аласың. Сен ол кішкентай баланы 2-3 күн қарап лақтырып кетпейсің ғой. Жоқ, сен өмір бойы қарайтын боласың, тәрбиелейсің, сен өсіресің, қарайсың, асырайсың, иә. Сол сияқты сен өз-өзіңді асырау керексің. Сен өз-өзіңді лақтырып кете алмайсың. Махаббат, нағыз махаббат деген, сен ол адам қандай болса да жақсы көресің. Балаң сен жыласа да, сен келіп ұрып жатса да, сен оны бәрібір жақсы көріп тұрасың. Сол сияқты сен өз-өзіңді жақсы көріп тұру керексің. Қандай жағдай болмасын, барлық өзінің бүкіл жағынды қабылдау керексің. Тек жақсы жақтарыңды ғана емес, жаман көлеңке жақтарыңды да қабылдау керексің. Иә? Соның барлығын қабылдау арқылы, осы қалпында өз-өзіңді қабылдау арқылы сен өз-өзіңді жақсы көре аласың. Өз-өзіңді жақсы көргенде адам не істейді? Ол өзін дұрыс тамақтандыратын болады. Иә, ол өзін дұрыс киіндіретін болады. Иә, және ол өзінің менталды, физикалық денсаулығына, рухани денсаулығына, барлығына мән беретін болады. Сіз уже біліп тұрсыз не істеу керек екенін. Қозғалыңыз, физикалық денсаулық өте маңызды. Иә, өзіңізге ұнайтын, мысалы, далаға шығып жүріңіз, жүгіріңіз, велосипед айдаңыз, йогамен айналысыңыз, иә, яғни денеңізді қозғалтыңыз. Екінші нәрсе, ол күнделік жазу. Journaling. Басыңыздағы бүкіл overthinking, бүкіл ойлар бүйтіп айналып жүре бергеннен гөрі, сіз оны қағазға жазыңыз. Үшінші нәрсе, өз-өзіңізге мейірімді болыңыз, өз-өзіңізге жұмсақ сөйлеңіз. Я, төртінші нәрсе, өзіңізде бір хобби болу керек. Немесе өзіңіздің жұмысыңызға passion, страстты салыңыз. Немесе бір адамдармен сөйлескенге, немесе бір волонтер болсаңыз, бір өзіңіздің делаңыз болсын. Я, соған барлық махаббатыңызды, барлық нәрсеңізді салыңыз, шабытыңыздың барлығын от души жасаңыз. Балалық кезіңізде қараған бір мультиктар болса, балалық кезіңізде бір ұнайтын жасаған бір нәрселеріңіз бір болса, мысалы балшықтан торт жасау деген сияқты, егер сол сізге баяғыда ұнаған болса, куклалармен ойнау деген сияқты, соны қазір істеңіз. Я, бұл күлкілі нәрсе болып көрінуі мүмкін, бірақ ол маңызды. Мен осы туған күнім болды, ноябрьдің басында, мен 30-ға толдым. 30-ға толсам да мен өзіме баяғыдан армандап жүрген, балалық кезінде ала алмаған нәрсемді өз-өзіме алып бердім. Ол велосипед, корзинамен, әдемі велосипед, және оны еще радужный жұлдыздармен, стикерлермен безендірдім. Детский, по-детский, бірақ мен бақытты болдым. Басқа адамдарға по-детский кринжолық көрінсе де, ол мен үшін бақытты нәрсе болды. Ол маған кәдімгідей энергиямен мені толықтырды. Және өз-өзіңді әрдайым оқытып жүр. Өзіңнің, мысалы, проблемаңды, өзіңнің ситуацияңды түсіну керексің. Сол туралы кітаптарды оқып, психологиялық кітаптарды, мысалы, нарциссический адамдар болады. Солармен партнер болсаңыз, түсініңіз, олар қандай адамдар деген сияқты. Травма деген не?
терапия деген не, avoidant, избегающий тип поведения деген сияқты, тревожный тип деген сияқты, соның барлығын оқыңыз, түсініңіз. Неге мен осылай әрекет жасаймын? Неге мен жанымдағы адамдар былай әрекет жасайды? Неге мен притянула осы адамды өміріме? Неге мен осы жағдайларды өміріме тарттым деген сияқты, соны түсініңіз. Оның барлығына объяснение бар. Сол үшін кітаптарды оқып түсініп жүріңіз. Ол мен сізге мынандай кітаптарды айтып кете аламын. Елена Друманың «Ты сама себе психолог» деген, соны оқысаңыз болады. Және Брайана Уэсттің The Mountain is You деген кітабы, жаңағыдай айтып кеткен «Ребенок в тебе должен обрести дом» деген, және «Исцели свои травмы» деген сияқты кітаптарды оқысаңыз болады. Және әрине күнделік жазасыз. Ең соңғы ол шүкіршілік. Бүкіл жерде айтамын, шүкіршілік ету, жақсы эмоцияларды күнделікті сезініп жүру. Әр нәрсеге шүкіршілік айтыңыз. Даже бұрында өтіп кеткен қиын жағдайлар, травмалы ситуацияларға да шүкіршілік айтыңыз. Сол нәрсе болмаса, сіз осындай мықты адам болмас едіңіз. Сол нәрсе болмаса, сіз осы точкаға жетпес едіңіз деген сияқты. Оның барлығына себеп бар, және Аллах тағала біледі оның барлығын. Басқа адамдарға жақсылық тілеңіз. Қызғаныш деген сезім жақсы, мысалы парочкаларды көрген кезде қызғаныш сезім болса, ой, мынау жігіті по-любому лақтырып кетеді, немесе ой, бұл қыз қалай өзі өтірік не істеп алған шығар, или ой, бұлар ажырасады деген сияқты, сөйтіп немен қарамаңыз. Сіз наоборот оларға бақыт тілеңіз, машаллах деп айтыңыз. Барлық нәрсеге, барлық адамдарға машаллах, машаллах. Мен мына адамда барлық жақсы болғанын қалаймын. Мен мына адамдар бақытты болғанын қалаймын. Мен мына адамның денсаулығы мықты болғанын қалаймын. Мен мына адамда көп бала болғанын қалаймын. Мен мына адамның бай болған, табысты болғанын қалаймын деп солай жақсылық тілеңіз барлығына. Барлығына жақсылық тілеу арқылы сіз оптимист перспективамен өмір сүретін боласыз, және ол тек жақсы сезімдер. Сіз басқа адамдарға жақсы тілеу арқылы сіз өз-өзіңізге жақсылық тілейсіз, осы шүкіршілік сезімі, жақсы жоғары сезімдерді сезініңіз. Және бүгінгі видео сізге пайдалы болды деп ойлаймын. Барлық осы мен айтқан кеңестерімді қолданыңызшы, өз-өзіңізді емдеңізші. Сіз күшті адамсыз, қиналып бұлай жүрмеу керексіз сіз. Жақсы ма? Мен сізді түсінемін, бұның барлығы менің басымнан өтті, және бұл техникалар маған көмектеседі. Мен өзіме көмектескен үшін мен сізбен бөлісіп жатырмын. Жаным, сізде бәрі жақсы болады. Мен сізді құшақтадым. Жақсы, келесі видеода кездесеміз деп үміттенемін. Кездескенше.